Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен үгілмелі песочный печенье рецептісімен бөлісетін боламын. Дүкендегі печеньелерден артық болмаса кем емес, жасалуы да оңай. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы жұп-жұмсақ сары май, қант ұнтағы, разрыхлитель, жұмыртқаның ақуызы және ұн қажет. Ең алдымен құрғақ таза табамызға жұмсақ сары майымызды салып аламыз. Оның үстіне қант ұнтағын саламыз. Жұмыртқаның ақуызын саламыз. Бұл жерде менде жұмыртқа S0 размердегі жұмыртқа. 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Ол деген бізде 10 граммдай разрыхлитель болып шығады шамамен. Енді осыны жақсылап миксерлейміз. Ұзақ миксерлейміз. Себебі бір келкі болу керек. Енді ұнымызды 2 бөлікке бөліп, тағы да араластырамыз. Екінші бөлігін саламыз, жақсылап араластырамыз. Жан-жағындағы араласпай шашырап қалған қамырларды ортаға жинап, тағы да араластырып аламыз. Бұл жерде ескере кететін жағдай, майымыз өте жұмсақ болу керек. Егер майларыңыз қатты болса, ол қамырларыңыз іртік-іртік болып дұрыс шықпайды. Осымен қамырымыз дайын. Осында қоймалжың бір келкі қамыр болып шығу керек. Енді кез келген насадкада осында кондитерлік қапқа салып аламыз. Әрі қарай өздеріңізге ұнаған формаға келтіреміз. Бұл жерде кейде жұмыртқаның көлеміне қарай кішкентай жұмыртқа пайдалансаңыздар, тесталарыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Ол кезде қорқудың еш қажеті жоқ. Ары қарай кәдімгі печенье жасай беруге болады. Екіншісін домалақ қылып жасадым. Енді осыны 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минутта пісіріп аламыз. Бұл жерде әркімде духовка әртүрлі болуы мүмкін. Сол үшін бақылап отырыңыздар, ол тез пісіп қалады. Міне осылай болып шығады. Енді кезекте 100 грамм Қазақстан шоколадқа 50 грамм сүтімізді араластырып, ертіп аламыз. Арахистерімізді осылай бөліп аламыз да, печеньелерімізді шоколадқа шетінен батырып, бетіне арахис сеуіп, әдемелеп қоямыз. Егер асығыс болсаңыздар, тоңазытқышқа 5 минутқа салып, шоколадтарын қатырып алсаңыздар болады. Бөлмеде жай тұрса да, ол тез кебеді. Не осылай шетіне жасап шығамыз. Шоколадты жасау міндетті емес. Бетіне жай сахарный пудра шашып қойсаңыздар да болады. Шаймен, қаймақпен жегенде өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Алда тағы да жақсы тексерілген бір жасағаннан шығатын рецепттермен бөлісемін. Ас болсын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.